Ассаламалейкум, эфирде жаңалықтар информациялық бағдарламасы. Халқымызға тән мейірім шапаат, адамгершілік, шүкіршілік, сақауат һәм кеңпейілік сияқты жақсы фазилетлерді жәмлеген мүбәрек құрбан хайтын мүнәсіп белгілеу, осы құтлы аямда халықты мемлекет тарапынан қосымша қолдап қуатлау мақсатында социалдық жәрдемге мұқтаж шаңырақларға қайырқомлық ләжлары көрсетілмекте. Халқымыздың өз дәстүрлері, қадіретлері, әсірлер аса жасап келатырған милли байрамлар бар. Солардың бірі Құрбан хайты өзінің игілікті ниетлері, жақсылыққа, мехір бүрбетке суғарылғанлығы менен тәкрарланбас. Президентіміздің мүбәрек Құрбан хайты мүнәсебеті менен халықты мемлекет тарапынан қолдап қуатлау һәм мейірім шапаат ләжларын нәтижелі шөркемлестіру хақындағы қарары менен болса, қаншадан-қанша шаңырақларға қуаныш кіріп барды. Бейпіл операциялар, социалық қорғауға мұқтаж балалардың аманат есап бетлеріне 200 ақш доллары мұғдарындағы пул сыйлығын өткеруі, байрам сауғалары, бұның бәрі инсан қадірінің қаншелі жоғары екенлігін аңлатады. Бұндай етібар Бозатау районындағы социалық жәрдемге, қайырқомлыққа мұқтаж шаңырақларға да көрсетілді. Қарар менен Бозатау районындағы 145 жәрдемге мұқтаж шаңыраққа Вақф қайырқомлық жаймиятилик фондының қаржылары есабынан азық-ауқат өнімдері тарқатылды. Президентіміз тарапынан Құрбан айт байрамында шаңырағымызға азық-ауқат продукт алып келінді. Бұның үшін семьямыз атымыздан миннеттармыз. Президентімізге рахмет, қолдап қуатлап, ітібарға алғаны үшін. Тынышлық, мехір мүрібет хүмлік еткен елге байрамлар жарасады. Құрбан хайт байрамының кеңінен белгіленуі де өміріміздің және бір ажайып күні, инсанилық фазилетлеріміздің және бір көрінісі.